Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы ісін жаңа бастауыш кәсіпкерлердің бизнес жоспарлары мен өзгеде құжаттарын әзірлеп беріп, гранттар жеңуіне үлес қосты. Қармақшы, Жалағаш аудандарынан барлығы 81 адам жеке кәсіп ашу мүмкіндігіне ие болды. Жалпы құны 50 миллион теңгені құрайтын демеу грантын тағайындаған Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы. Армысыздар, эфирде бизнес бағдары хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мәмен. Әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан аймақта бизнеске қолдау көрсету толастамайды. Әсіресе шағын кәсіп ашуға ниеттенген ауылдағы ағайындардың жобаларын жүзеге асыруға айрықша назар аударылып отыр. Қармақшы мен Жалағаш облыс бойынша кәсіпкерлік әлеуеті кенжелеп тұрған аудандар. Сондықтан демеу бағдарламасы бойынша қайтарымсыз грант иегерлері алдымен осы өңірлердің үміткерлеріне үлестірілді. Кеше ғана елбасының ұлт жоспары қазақстандық арманға бастайтын жол мақаласында осы орта кіші бизнестің қоғамның тұрақтылығына ерекше маңызы бар екенін атап өткен. Әрбір адам өзінің кәсібі болу керек. Ол мүмкін кейін болашақта тек өзінің әулеттің өзінің сол айналысатын жаңағы атадан балаға мирас болып қалдыратын жалғастыратын ісі болуы да мүмкін. Сондықтан әркім өзінің тағдырының иегері болу керек. Оған мемлекет барлық жағдай жасап жатыр. Ата заңымызда да, барлық заңдарымызда сондай мүмкіндіктер бар. Бірақ осы кәсіпкерлікті бастау үшін бірінші неге қадамға үлкен көмек қажет деп ойластырып, облыс әкімдігінде осындай жаңағы шешімге келіп отырмыз. 13 тігін цехы, 10 құс шаруашылығы, 7 шағын наубайхана, 6 кондитерлік цех, 5 аяқ киім жөндеу шеберханасы, 4 жиһаз цехы, жылыжай сынды шағын өндіріс ошақтары қос ауданда демеу бағдарламасының арқасында өрістемек. Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 81 жобаға барлығы 50 миллион теңге бөлді. Грант иегерлерінің бірі Жалағаштық Алимаш Нұржан. Ол Мырзабай Ахун елді мекенінен нан цехын ашып, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтуды көздеп отыр. Менің өзімнің тұратын елді мекенімде және көрші ауылдарда ешқандай наубайхана жоқ. Соған байланысты мен осы жобаны іске асырып, алған грантымды сол мақсатқа жұмсаймын. Нан өнімдерін өндіремін. Менің ауылымда 1000-жарымнан аса халық тұрады және көрші ауылда 2000-ның үстінде халық тұрады. Сол ауылдарда және әрмен қарай дамып кетіп жатсам, аудан орталығына дейін апарып, нан және нан өнімдерін өндіріп, сатып бизнесімді әрмен қарай жалғастырамын деген ойдамын. Ал қармақшылық Серікбай Оразымбетовтың шағын кәсібін бастағанына біраз болды. Ол көптен бері Тұрмағанбет ауылында құс шаруашылығымен айналысады. 300-ге жуық тауық өсіріп, жұмыртқаларын сатылымға шығарады. Қайтарымсыз грантпен алған 700 мың теңгеге қоражайын кеңейтіп, қаз өсіруді жоспарлап отыр. Алдағы уақытта да ауылдық балабақшаларды, аудандағы балабақшалармен келісімшартқа отырып, соларды сапалы құс етімен, жұмыртқамен қамтамасыз етемін деген ойым бар. Сұраныс бар ғой. Жалпы сұраныс бар, иә. Айта кетейік, демеу бағдарламасының жеңімпаздары шағын кәсіп ашуға ниеттенген мүмкіндігі шектеулі азаматтар, жұмыссыз әйелдер мен жастар. Биыл Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен облыс әкімдігінің бірлескен өңірлік микробизнес Қызылорда жобасы басталып жатыр. Сондай-ақ кәсіпкерлер палатасы Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығы және сарапшыларының қатысуымен жаңа экономикалық жағдайға бағытталған агробизнесті дамыту картасы әзірленуде. Бұл шаралардың барлығы аграрлық кооперацияны дамытуға және бәсекеге қабілетті өндірістердің қатарын арттыруға септігін тигізеді. Бүгін біз Жаңақорған ауданындағы филиал жұмысы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Кәсіпкерлік ұлттық экономиканы алға сүйреуші күш болуы тиіс деген елбасы сөзін басшылыққа алған Жаңақорған ауданындағы кәсіпкерлер палатасының филиалы ашылғалы өз жұмысын белсенді жүргізіп келеді. Жаңақорған ауданы бойынша 2015 жылы тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектілер саны 2710, оның 134-і заңды тұлғалар, 606 шаруа қожалықтары, 1970 жеке кәсіпкерлер. Олардағы жұмыспен қамтылғандар саны 5570 адамға жетті. Өңірде 448 сауда мен қызмет көрсету нысандары жұмыс істейді. Филиал кеңесшілері 690 адамға мемлекеттік бағдарламалар бойынша әртүрлі кеңестер берген. Одан бөлек шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 149 бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізу бойынша сервистік көмектер көрсетті. Сонымен қатар бизнес кеңесші жобасы аясында 5 рет 2 күндік оқу семинарын ұйымдастырып, 129 адам сертификат алды. Елбасының саясаты да қазір жеке шағын және орта бизнесті дамыту қатты қолға алынып отыр. Осы бағытта біз кәсіпкерлік палатасы
шағын және орта бизнесті аудандарда дамыту, елді мекендерде, өйткені біздің Қызылорда облысының халқының 60%-ы қазір халқы ауылды жерлерде шоғырланған. Осы уақытта біз қазір оқыту, түсіндіру және мемлекеттік бағдарламаларда түсіндіру жұмыстарын қолға алып жатырмыз. Қазір өздеріңіз білетіндей облыс басшысының қолдауымен облыс көлемінде РИЦ деген қазақшасының өңірлік инвестициялық орталық ашылып, ол да қазір ауылдық жерлерге өте көп өзінің көмегін беріп жатыр. Өйткені банк саласында ауылдық жерлерге көбісі бара бермейді. Ол өйткені бұл кісілерде бизнестің рентабельностін қарайды жан-жақты. Ал РИЦ-тің басты бағыты микробизнес, шағын бизнестер, шағын кәсіптерді ашуға соған көп қолдау көрсетіп отыр. Кәсіпкерлер палатасының қолдауымен өңірлік инвестициялық орталығынан аудан бойынша 6 жоба мақұлданып, несиеге қол жеткізген. Сол жобалардың қатарында Әсемтас жеке кәсіпкерлігі де бар. Кәсіп иесі аталмыш орталыққа брусчатка өндіру кәсіпорнын ашу үшін 10 миллион теңге көлемінде несие алуға бизнес жобасын ұсынады. Жоба мақұлданып, тиесілі қаражат қолына тиген кәсіпкер Ресейдің Златоуст қаласынан Бикандор аппаратын сатып әкеледі. Оның ерекшелігі стандартқа сай және бір мезетте екі түрлі өнім түрлерін шығару мүмкіндігі дейді кәсіпкер. Осы кәсіпті 2014 жылы тамыз айынан өз қаражатымызбен бастап әрекет жасап бастағанбыз. Одан кейін өңірлік инвестициялық орталығынан бар бизнес планымызды жасап, осы кәсіпті қолға алсақ үлкейтсек деген мақсатпен барғанбыз. Сол жерден қолдау көріп 9 миллион 700 мың теңге бөлініп бізге Ресей қаласынан осы Рефей деген заводта мини завод алып келдік. Құдай қаласа осыны іске қосып, осының өнімін шығарсақ деп отырмын. Бұл стандартқа сай, қалыңдығы 8 сантиметрлік, осы талапқа сай, қазіргі заманауи талапқа сай брусчатка. Бұның бір ерекшелігі бар. Бұл бір шығарғанда екі жағынан екі түрлі өнім шығарады. Бір жағынан бордюр шығарып жатса, бір жағынан брусчатка шығарып жатады. Не болмаса бір жағынан басқа түрін, бір жағынан басқа түрін шығарып жатады. Сондай жаңадан шыққан түрі Ресейге өзім барып, көзбен көріп, осыны алып келдім. Жаңа аппарат бір күнде 300 квадрат метр өнім шығарады. Қыс мезгілінде тоқтап тұрған кәсіпорынның жазда жұмысы қызады. Өйткені тапсырыс көп. Айта кету керек, қыс мезгілінде 5 адамды жұмыспен қамтыса, жазда 15 адамға дейін жұмыс жасайды өндіріс орнында. Брусчаткамен қамтамасыз етуге байланысты кәсіпкер аудан әкімшілігімен, аудандық шипажай басшылығымен келісім шартқа отырған. Тіпті көршілес Түркістан қаласынан да өнімді арнайы келіп алып кетеді. Бұл өнімнің сапасының жоғарылығы және бағасының да көңілге қонымды болғанына байланысты болу керек. Кәсіп иесі алдағы уақытта осы жаңа құрылғыны қосу арқылы шаруашылығын кеңейтуді жоспарлап отыр. Одан да үлкейтсек деп отырмыз. Түркістан қаласынан да келіп алып кетіп жатқандар бар, сапасына қарап. Бізде цементке келетін болсақ, Ресей қаласынан, Ресейден алынған сульфатостойка Новотроицкіден шығатын ССПЦ 500 деген цемент бар. Арнайы осы тұзды жер, біздің Жаңақорғанда жер, тұзды жер соған арналғанға. Бізге ең басты сапасы дұрыс болу керек. Енді халық тұтынатын нәрсе болғаннан кейін. Өңірлік инвестициялық орталық арқылы несие алып, өзінің кәсібін кеңейтіп отырған жаңақорғандық жас кәсіпкер Қанат Мұхтаров жайлы бейнесюжетке назар аударайық. Қанат Мұхтаров жас кәсіпкер. Ол өз кәсібін осыдан 3 жыл бұрын ата-анасының көмегімен жалға бөлме алып бастады. Алғашында шағын жарнама агенттігін ашып, бір ғана аппаратпен жұмыс жасайды. Кәсібінің қыр-сырын игерген жас жарнама агенттігін кеңейтуді жоспарлайды. Осылайша аудандық кәсіпкерлер палатасына жүгініп, несие алудың жолдарын сұрастырады. Бизнес жоспар жасайды. Өңірлік инвестициялық орталыққа құжаттарын тапсырады. 7,5 миллион теңге көлемінде несие алу бойынша өткізілген бизнес жобасы мақұлданып, жас кәсіпкердің жаңа заманауи құрылғыларға қолы жетеді. Өздеріне арнайы ғимарат салып, қазір бар тапсырысты осы жерден орындайды.
Мен өз бизнесімді 2012 жылы, яғни 3 жыл бұрын бастағам. Яғни өз қаражатыма алғашы Қытайдан өзіме бір станок сатып алып келдім. Ең ұзын 320-алық сыртқы жарнама жасайтын баннер және винилдарды. Содан келе-келе ол кездегі ең алғашқы жалға тұратындығым, арендада тұратындығым. Кейіннен осы жұмысым алға бастағаннан кейін осы өңірлік қолдау орталығынан 7,5 миллион көлемде, ірі көлемде қаражат алдым. Және ол көлемге мен ол ақшаны осы ғимаратты бітірім ауылыма және де қосымша Босрон деген станок сатып алдым. Яғни бұл жылдамдығы несі әлде қайда жоғары және де сапасы жағынан да мықты болып келеді. Бизнес жоспарды осы кәсіпкерлер қолдау палатасы өзіме маған демеушілік жасап, көмек жасап, сол нені бизнес жоспарды қалай кредит алу керек екені, және отчеттарды қалай жүргізу керек екені, сол осы кәсіпкерлер палатасы арқасында барлығы іске асып жатқан. Осылайша сыртқы жарнама шығаруға арналған сапасы жағынан мықты баскон құрылғысымен қазір жұмыс жасап жатқан ағайындылар тапсырыстың көп екенін, бірақ жаңа аппараттың арқасында бәрінде үлгеріп жатқанын айтады. Сонымен қатар жастар келісім шарт негізінде мекемелерден де тапсырыстар алып жұмыс істейтіндіктерін жеткізді. Қанат отбасылық бизнесті дамытып, 3 адамды жұмыспен қамтып отыр. Одан бөлек жуырда кеңсе заттарын сататын дүкен ашады. Оның дайындық жұмыстары аяқталып қалды. Сауда орны ашылса, тағы да бір адам жұмыспен қамтылмақ. Жаңақорғандық кәсіпкер Абылан Асенов республикалық сауда үздігі 2015 байқауының жеңімпазы. Ол басшылық жасайтын Нұр орталық әмбебап базары үздік сауда нарығы номинациясы бойынша бірінші орынға ие болған болатын. Қазірде сауда орталығы жаңақорғандықтардың арнайы келіп сауда жасайтын жеріне айналған. 320 орынға арналған Нұр базары 1992 жылдан бері жаңа қорғандықтарға қызмет көрсетіп келеді. 20 жылдан бері отбасылық бизнеспен айналысып келе жатқан Асенов Абылан сауда жасаймын деген аудан тұрғындарына барлық жағдайды жасаудамыз. Қазір ауданымызға газ келіп жатыр. Енді жылуға қосуды ойластырудамыз дейді. Одан бөлек республикалық сауда үздігі 2015 байқауында үздік сауда нарығы номинациясы бойынша Нұр орталық әмбебап базары бірінші орынды жеңіп алды. Базарда сауда нүктелері азық-түлік қатары, киім-кешек қатары, кеңсе заттары, тағы да басқа болып тауар түрлеріне қарай орналастырылған. Кәсіпкер Асенов Абыланның облыстық кәсіпкерлер палатасына алғысы шексіз. Өйткені базары өртеніп, банкпен арадағы келіспеушіліктер туындаған сәтте көмек қолын созып, кәсіпкер мүддесін қорғап шыққан осы палата қызметкерлері болатын. Біздің базарымызды өртеніп осындай банк жөнінен қысым көрсетілген кезде біздің ұлттық кәсіпкерлік палата облыстық филиалы бізге қолдау көрсетті. Солар арқасында осындай жетістікке жеттік. Алғысымызды айтамыз. Және осы облыстық кәсіпкерлік палатаның ұйымдастыруымен Ақтөбе қаласында 2015 жылдың сентябрь, 21-28 сентябрь арасында үлкен бизнес форум болды. Бүкіл кәсіпкерлердің, базар басшыларының үлкен бизнес форум болды. Сол форумға қатыстық, ол палатаның қолдауымен. Және сол форумда жоғарғы аудандық базар номинациясы бойынша бірінші болып келдік, облыс атынан барып. Және сол жерде Ақтөбе облысының үлкен кәсіпкерлермен жүздесу, үлкен меморандум қол қойып келдік. Мына біздің облыстан Қызылорда облысы өтетін күріш, ауыл шаруашылық дақылдары, күріш, дән дақылдарын және бақша өнімдерін бізден жайылма ауылдық округіне өсетін соны Ақтөбе қаласына жеткізу. Ауылдық өнімдер басқа жерге жаңағыдай өткізу деген мәселелер бойынша келісім жасап келдік. Базар ашылғалы бері осы жерден күнделікті қаражатын тауып жүрген кәсіпкерлер де бұл сауда орталығының жұмысына дән риза. Сатушылар үшін барлық жағдай жасалған. Фирмалар тауарларды әкеліп береді. Жарық бар, мұздатқышымыз қосулы. Ең бастысы сауда нүктесі үшін жалға алынатын ақша мөлшерін көтерген жоқ дейді кәсіпкер Болғанай Арабаева. Осы сауда істеп жатқаныма мен қазір 20 жылдай болды. Осы кәсіпкерлікпен осы. Енді тоқырау заманынан бастадық қой енді осы. Жұмыссыз қалдық, сосын осы салаға шығып кеттік. Сосын енді мына қазір осы Абылан базарында, Нұр базарында осы жасап жатқанымызға да қазір сонша жылдан бері қанша кәсіпкер болса сол уақыттан бері жасап жатырмыз енді. Қазір бұрын мына затты өзіміз таситынбыз Түркістаннан. Автобуспен осы қиналып сөйтіп таситынбыз. Енді қазір заттың бәрі мына фирмалар жатпайды, өздері әкеп береді. Күнделікті 4-5 фирма келеді алдымызға. Сол фирмалардан зат аламыз. Өздері әкеп береді заттың бәрін.
Сосын мына енді бұрын анадай бір күркешеде тұратынбыз, әркім өзі салып алған күркешеде тұратынбыз. О да кішкентай әжептәуір дұрыстығын. Енді бірақ мына 2012 жылдан бастап біздің базаркомымыз осы әйтеуір осы халықтың қолдауымен, өзінің қолдауымен, өзінің күшімен осы бізге осы нені сап берді, осы баспананы сап берді қазір. Мынау өте жылы, іші өзімізге пеш қойып отырмыз, бірақ дегенмен бұрынғыдан әлдеқайда жақсы. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденісте болайық, келесіде жүздескенше.